Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі сабағында етістік тақырыбымен таныс боламыз. Ең алдымен 71-ші беттегі суреттерге назар аударыңыздар. Суретте көктемнің қандай белгілерін байқап тұрсыңдар? Балалар не істеді? Балалардың қимыл атауларын білдіретін сөздерді атаңыздар. Дұрыс айтасыздар балалар. Бірінші суретте балалар ағаш отырғызып, оған су құйып жатыр. Екінші суретте оқушылар ұя жасап, ағашқа іліп жатыр. Үшінші суретте бала жылқыға су берді. Бұл жерде қимыл атауларын білдіретін сөздерді табайық. Бірінші суретте не істеді? Су құйды. Екінші суретте не істеді? Ілді. Үшінші суретте не істеді? Су берді. Осы жерде өздеріне ұнаған суретпен сөйлем құрастырып жазыңыздар. Қимылды білдіретін сөздердің астын сызыңыздар. Тапсырма сіздердің жұмыс дәптерлеріңізде бар. Келесі тапсырма екінші жаттығу. Екінші жаттығуды оқимыз. Сөйлемдерді қатесін түзетіп, көшіріп жазу керек. Тапсырма жұмыс дәптерде бар. Бие мөңірейді, түйе мияулайды, қой үреді, сиыр қыт-қыттайды, ешкі кісінейді, ит бақырады, тауық маңырайды, мысық боздайды. Сөйлемнің қатесін түзетіп, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап беретінін анықтаңыздар. Екінші жаттығудың дұрыс жауабы: бие кісінейді, түйе боздайды, қой маңырайды, сиыр мөңірейді, ешкі бақырады, ит үреді, тауық қыт-қыттайды, мысық мияулайды. Қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап беріп тұр? Дұрыс айтасыздар. Не істейді деген сұраққа жауап береді. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша бейнежазбаға назар аударыңыздар. Заттың қимылын, амалын, жай-күйін білдіретін сөздер етістік деп аталатындығы. Құрметті оқушы, алдыңдағы оқулықта сен біліп шығуға арналған көптеген жұмыстар бар. Сенің оны орындай алатын білімің жеткілікті. Тек мұқият болуды ұмытпа. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, көп ойласаң дана боласың, көп ойласаң бала боласың. Кітапханада кездескен екі баланың әңгімесін мұқият тыңдаңыз. Әңгіме не жайлы екеніне көңіл аударыңыз. Ассалаумағалейкум, Санат. Уағалейкум ассалам. Қал қалай? Санат, сен етістік тақырыбын түсіндің бе? Иә, түсіндім. Бұл тақырып өте қиын емес қой? Кел екеуміз мысалдар арқылы дәлелдеп түсінейік. Сен маған көмектесіп жібер. Жарайды, кел. Мысалы, екі жігіт ауылдан шығып, көл жағасына барды. Онда балық аулады, күнге қыздырынды. Сен айтқан осы мысалдарыңды шығып, барды, аулады, қыздырынды дегендер етістіктер болады. Иә, олар заттың қимылын, жай-күйін білдіріп тұр ғой. Иә. Қайтып, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сонда қайтты, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, етістік болады екен ғой. Етістік. Жақсы оқушылар, бейнежазбаны тамашаладыңдар. Яғни заттардың қимылын,
Іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, не істеді? Өсті. Не істеді? Ойнады. Не істеді? Сайрады. Ережені міндетті түрде жаттап аламыз. Кітаптарында келесі тапсырма үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуды жасыл дәптерге орындау қажет болады. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқисыздар, мәтінге ат қоясыздар. Екінші. Мәтіннен етістіктерді тауып, көшіріп жазасыздар. Үшінші. Мәтінді етістіктерсіз оқып көресіздер. Төртінші. Сөйлеуде етістік не үшін қажет, соны анықтайсыздар. Келесі кітаптарында берілген төртінші жаттығуда. Оны да жасыл дәптерге орындау қажет болады. Бірінші. Мәтінде негізгі сөздің мағынасына қарай етістіктерді қойып, оқып және жазу керек болады. Екінші. Етістіктердің астын сызасыздар. Үшінші. Мәтінге қандай сұрақ қоюға болады, соны анықтайсыздар. Төртінші. Бұл мәтіннің қай түрі? Сіздер білесіздер оқушылар, мәтіннің бізде әңгімелеу, пайымдау және де сипаттау деген түрлері бар. Ал төртінші жаттығуда берілген мәтін қай мәтіннің түріне жатады, соны анықтап жазу керек. Келесі бесінші жаттығуды ауызша орындауға болады. Жұмбақты оқып шешуін табу керек. Жұмбақта берілген етістіктер қай құс туралы айтылып тұр, соны анықтау қажет. Келесі үйге тапсырма. Үйге берілген тапсырманы күнделік кезде сайтына жүктеу керек болады. Жұмыс дәптерлеріңізде 56-шы бетте теңіз тақырыбына үлгі бойынша 5 жолды өлең құрастырып жазу керек. Сіздерге қосымша тірек сөздер берілген. 5 жолды өлеңді құрастыруды біз алдыңғы тақырыптарда білеміз. Іске сәт.